Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай свиншотпен осындай шалбар жасайтын боламыз. Ең алдымен біз матамызды дайындап аламыз. Дайын выкройкалар мен телеграм каналыма қалдырамын. Өздеріңіз тартып, А4 қағазға шығарып, өстіп скотчтап аласыздар. Кейін кез келген уақытта қолдана бересіздер. Бұл жерде размерлерін өздеріңіз көріп, 98-ден бастап 122 размерге дейін өздеріңіз көріп өлшеп аласыздар. Мен осылай қойып, алдымен сызып алдым. Выкройка бойынша матамызды кесіп аламыз. Енді горловина жасау үшін осындай 90 градустық бұрыш жасаймыз. Тең ортасынан 45 градусты белгілеп, сызғыштың көмегімен, мойын өлшемімен қырқып аламыз. Мойын өлшемінің ұзындығын шығару үшін біз дайын болған свиншотымыздың мойынын домалатып өлшеп аламыз сантиметрдің көмегімен. Содан 20%-ін алып тастап, 1,5 сантиметр қосамыз. Сол біздің мойын өлшеміміз болады. Бір жасап көріңіздер, шын мәнісінде өте оңай. Міне қараңыздар, бізде 21 сантиметр жартысы, сонда полный 42 сантиметр болады. 42 сантиметрдің 20%-ын алып тастаймыз, 1,5 сантиметр қосамыз. Мен өлшемім бойынша 34,5 шықты. Мен осыны белгілеп, ортасы бойынша есептейміз. Тура осылай сызып аламын. Екі шетін 3 бұрыштап аламын. Сол кезде мойын жағасы әдемі отырады. Міне сіздерде осындай болып шығу керек. Міне қырқып алған кезде осындай болады. Бізде мынандай детальдар бар. Міне мойнына, біздің алдымыз және артқы жағымыз. Осылай қойып, көріп алыңыздар. Бір-біріне сәйкес келіп тұрған жоқ па. Алды мен арты кетті. Міне екі жеңі. Мынау мойны. Міне енді біздің қырқып алған шалбарымыз екі детальдан тұрады әрқайсысы. Артқы жағы, мынау алдыңғы жағы. Бұл да екі детальдан тұрады. Енді тігуді бастаймыз. Матамызды осылай қойып аламыз. Алдын, артын және екі жеңін естіп сәйкестендіріп қойып аламыз. 4 жағын қосып тігіп шығамыз. Мен оверлокта трикотажный шовпен тігіп жатырмын. Егер сіздерде оверлок болмаса, кәдімгі қол машинасында зигзаг шовпен тіксеңіздер болады. Міне осындай болып шығады. Осылай көтеріп, бір-біріне беттестіріп, енді тек қана екі шетін тігу ғана қалды. Бұлай екі шетін тігіп шығамыз. Міне біздің базамыз дайын. Енді жаңа өлшеген мойнымызды екі қабаттап шетінен бірінші тігіп шығамыз.
Міне қараңыздар, мойны мына шетінен тігіп шығуымыз керек. Қараңыздар былайынан. Одан кейін екі қабаттап мойнына жалғаймыз. Міне екі шетін тіктік, енді былай қабаттадық. Ыңғайлы болу үшін жұмыс істеуге үтіктеп аламыз. Міне осылай қосып тігіп шығамыз. Сәл тартыңқырап мойын жағын тігу керек. Сол кезде мойын жинақы болып әдемі болып тұрады. Қараңыздар, енді жеңі мен асты жағын қайырып тіксек болады, болмаса манжет жалғап тіксек болады. Немесе дайын резиналарды қолдансақ болады, рибаналарды. Сонымен біздің кофтамыз дайын. Келесі енді шалбарға көшеміз. Шалбарымыздың екі бірдей бөлігін оң беттеп беттестіріп алып, көрсетілген жерінен тігіп шығамыз. Енді екі беті тігілгеннен кейін осылай екі шетін қосып тігіп шығамыз. Міне көрсетілген жерлерін тігіп шығамыз осылай. Шалбарымыз базасы дайын. Енді біз беліне қайырып резина салсақ болады, немесе мынандай манжеттерді қолдансақ болады. Манжетіміз белімен бірдей қырқып алдым. Астына манжетті тура осылай қырқып алдым. Бірақ манжетіміз шалбарымыздың енінен 3 сантиметр кіші болады. Міне осылай бір-біріне жалғап шығамыз. Нәтижесінде осындай шалбар пайда болады. Біздің кофтамыз бен свитшотымыз бен шалбарымыз дайын. Жасалу өте оңай, тігіп жасап көріңіздер. Сіздермен болған Маржан. Келесі кездескенше.